Құрметті фракция мүшелері, құрметті орталық аппарат мүшелері, партиялық бақылау комиссиясының мүшелері, Ерсайынұлы Вайс, Маңғыстау облыстық мәслихат депутаты, Аманат фракциясының мүшесі. Мен мына осы бүгінгі партиялық бақылау комиссиясының бүгінгі күн тәртібін бәрін қарап шықтым. Өте бір биылғы 2023 және биылғы 2024 жылы орындалмай қалуы мүмкін бір тәуекелде тұрған құрылыстарды қарап шығып жатырсыздар. Мен де өзі осы жол картасына байланысты осы өзіме белгіленген учаскелерде жұмыс жасап жатырмын. Қосымша бір-екі минут уақытыңызды алып, қазір ақпараттандырып кеткім келіп отыр. Қазір жасалған жұмыстарды жасалып жатқан. Неге қазір мен сізге осы жерге сөз алып отырмын? Себебі маған жауапты учаскеде де болашақта 2026 жылы осы жол картасы бойынша жұмыстар орындалмай қалуы мүмкін. Мен бекітілген учаскеде Қошқар ата қалдық қоймасын рекультивациялап отыр. Бұл аса үлкен, аса маңызды, зор үлкен жұмыс, жауапты мемлекет басшысының өзінің тікелей қадағалауында тұр. 2020 жылы 21 қыркүйек күні Маңғыстау облысына сапары кезінде Қасым-Жомарт Кемелұлының өзі тапсырған, осы Қошқар ата қалдық қоймасын 3 жылдан қалдырмай рекультивациялаңыздар деп. Енді бұл 2014 жылы басталған жоба, негізі жұмыс 2017 жылы жоба жасақталады. Бұл жобаға бойынша 17 миллиард жарымдай қаражат жобаға енгізіледі. Сол қаражаттың көлемінде рекультивацияланады деп. Енді Павлодар өзен порты деген акционерлік қоғам ұтып алады, қысқаша айтайын. Сонан кейін ол жұмысты бастап кетеді. Қаражаттың 17,5 миллиардтың 1 миллиардқа жақын аударылады. Сол 1 миллиардта өздері сол жерде жақсылы жаман азаматтар жұмыс жасайды. Сонан кейін 2026 жылы келген кезде бұл жаңағы осы жерде көтеріліп, міне осы мәселе, өзекті мәселе көтерілді, удорожание проекта деген. Сол жаңағы акционерлік қоғам өзен порты, осы біздің жаңағы пандемия деді, қымбатшылық деді, доллардың бағасы өсті деді, осылай проектіні қымбаттату жөнінде мәселе қозғайды. Сонан енді бұл үлкен премьер-министр Склярдың деңгейінде шешіліп, Маңғыстау облысы әкімдігі мен үкімет деңгейінде әзірге құрылысты тоқтату жөнінде туралы шешім қабылданып, 2020 жылы жобаны қайта есептеу туралы шешім шығарылады. Жоба бойынша қайта есептеген кезде, мына 17 есіңізде болсын, 17-де 5 миллиард теңгенің проектісі Қошқар ата рекультивациясының 51 миллиард теңгеге өсіп шығады. Сонан кейін енді 2022 жылы сол қорытынды шығады. Жаңа проекті 2023 жылы былтыр желтоқсанда оның қорытындысы экспертиза алынады. Осы талаптарға сәйкес бәрі дұрыс деген мемлекеттік экспертиза. Енді біз Маңғыстау облыстық мәслихат депутаттары ретінде 2023 жылы былтыр келдік. 2023 жылдың желтоқсанында жұмыс мына қайта есептеу шығарды 51 миллиард теңгеге. Енді бұған бірақ бұл жерде процесс суалдық, үлкен кемшіліктер болған, соған байланысты тапсырыс берушінің тарапынан да претензия бар бұл Павлодар өзен портына. Неге десеңіз, Павлодар өзен порты осы тендерді алу кезінде радиоактивті қалдықтарды рекультивациялауға арнайы лицензиясы болмаған. Солай бола тұрса да, сол тендер кезінде осындай кемшіліктерге жол берілген, жоғарғы соттан олар жоғарғы сотқа берген оппонент, жоғарғы соттан ұтылып қалған, бәрібір өзен портының пайдасына шығып берген. Енді кейін ол рекультивациялауға лицензияның артынан алған, құрылыс жұмыстары бастап кеткеннен кейін. Соның одан бөлек біз былтыр осы биылғы жылдың наурыз айында мен өзім осы Қошқар экологиялық мәселелерге, оның ішінде Қошқар ата рекультивациялауға жауапты депутат ретінде жол картасының осы наурыз айында осы мекеменің қоғамдық тыңдауына бардым. Келіп отырған өкілі мүлдем мардымсыз, ештеңе айта алмады. Сол жерде жиналған азаматтық қоғам, халық белсенділер өкілдерінің сұрақтарына дұрыс жауап бере алмады, дайындықсыз. Сол жерде біз анықтағанымыз, бұлар дұрыс жұмыстар жүргізіп жатқан жоқ, құм төсеу жұмыстарын. Өпетсе ұшып кететіндей жұмыстар жасалып жатыр. Проект бойынша 30 сантиметр жабындымен жабылу керек, бірақ ол жаңағы әкеліп отырған жаңағы құмның құрамы, топырақ жабындысы деп аталады, соның құрамы өте нашар, Маңғыстаудың жеріне шыдамайды. Яғни біз факт бойынша осы тағы да ертең бетін көму жұмыстары белгілі уақыттан қайта жалаңаштанып қалуы мүмкін екендігін дабыл қағып көтеріп отырмыз. Бұл жасалған жұмыстардың сапасының нәтижесі, сапасының нашарлығын атап көрсетуге болады. Құжаттардың дұрыс еместігін көрсетуге болады. Екіншіден, Үшіншіден,
жұмыстың өзі дұрыс жүргізілмей жатқанын көрсетуге болады. Қарасаңыз, қандай жұмыс жүргізілмей жатыр десеңіз, 2024 жылы басталғаннан бері жұмыс ойдағыдай жүргізіліп отырған жоқ. Қарасаңыздар, неге? Себебі бұл 2026 жылы аяқталу керек, 2026 жылдың ақпанында. Алайда белгіленген жұмыстың 10% жүргізілген жоқ. Сондықтан тағы да орысша айтқанда стрейк болуы мүмкін осы жобада. Мен енді 2024 жыл қазір 2026 жылдың ақпанда бітуі мүмкін. Алдын ала дауыл қақпаса, олар тағы ертең тағы да проекті удорожание, инфляция деп, мана 51 миллиардтың қаражатын, 51 миллиард теңгенің жобасын қайта есептеуге жіберіп, бұны мүмкін 70, мүмкін 90, мүмкін 100 миллиард теңгеге көтеруі мүмкін. Бюджеттен резерв емес, бұның ар жағы халықтың қаражаты, мемлекеттің бюджеті. Бұл тағы да мемлекетке салмақ салайын деп отыр. Сонда былай мемлекеттік бюрократия, мердігер мекеменің және осы дұрыс бақылау болмайтын болса, осы жерде үлкен проекті, үлкен мәселеге айналайын. Соны республикалық партиялық бақылау комиссиясының назарына аударып, сосын сіздердің әріптестер осы жердегі партиялық бақылау назарына аударғымыз келіп отыр. Қазірден бастап әріптестер осы мәселені бақылауға алып, назарға алып, дабыл қақпаса, ертеңгі күні тек қана мемлекет басшысының тапсырмасы далада қалайын деп отыр. Сонымен бірге халық осы жерде апат аймағында тұратын 60 мыңнан 160 мыңға дейінгі халық апат аймағында қалайын деп отыр, уақытылы орындалмай деп отыр. Біз не істеп жатырмыз? Біз енді қолымыздан келгенше осы аманат фракциясының мүшелері осы өткеннен бері осы мәселені өткенде аманат фракциясының отырысында көтердім. Қазіргі уақытта фракция мүшелерінің атынан премьер-министр Олжас Бектеновке депутаттық сауал дайындадық. Тікелей өзінің араласуын сұрап, өзінің араласып, осы мәселелер нүкте қоюын сұрап, қазір жобасы дайын депутаттық сауал. Осы жерде бар әріптестеріміз қол қойып кетсе болады. Осыны біз жолдаймыз, яғни өзіміздің бақылауымызға аламыз, себебі жол картасында тұрғаннан кейін. Содан кейін бұл енді өзі кетеді. Содан кейін біз үміттенеміз, премьер-министрдің өзі тиісті органдарға, құзырлы органдарға тексертіп, осы мәселенің бір оң жақсы шешімін алады деп. Енді бұдан бөлек тағы да болашақта осы фракцияның жиналысына, партиялық бақылау комитеті, мүмкін фракцияның жиналысына осы мердігер мекемені, тиісті тапсырыс беруші Маңғыстау облыстық ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшылығын әкімдіктен соларды шақырып, яғни қоғам белсенділерін шақыра отырып, осы жерде осы үлкен талқылау өткізу керек. Себебі қоғамның назары, бүкіл халықтың назарын осы біз қазір осы фракцияның мүшелері осы алып келіп, осы жерге осы біздің алаңқайымызды пайдаланып жұмыс жасауымыз керек. Енді осының барлығын айтып отырған себебім, бүгін енді талқылап жатырмыз, партия фракцияның жаңағы партиялық бақылау комитеті. Біз назарымызда екен осы экологиялық мәселе, оның ішінде қошқарата рекультивациясының мәселесі назарымызда екен, және бұл қатардағы мәселе, әрине бұл жердегі енгізілген мәселелердің ешқайсысы олқы емес, ешқайсысы төмен емес, мектеп болсын, аурухана болсын, бірақ алайда қошқарата қалдық қоймасын рекультивациялау аса маңызды мәселе екенін ескере отырып, барлық әріптестерімізді осы жерде қалыс қалмауға, бірге қолдауға, Астанада республикалық әріптестерімізде хабардар болуға осы мәселеге мүмкіндік келіп жатса, осы қолдауға шақырғым келеді. Рахмет. Рахмет.